Devlet Özbek halkının yetkisi. Ötken zamanda bir dikan oldu. Devlet dikanın avlasında bir neçe yıl ömür sürdü. Onun şapalatından dikanın mal mülkü büyüdü. Dikan malı ve jeri insanın kumuş ve altınlarının nesebini bilmeydi ki. Bir günü devlet dikanın kasına gelip, Ата, мен сізбен көп жыл бірге тұрдым. Менің шапағатымнан сіздің байлығыңыз 10 есеге көбейді. Енді басқалардың да үйіне барайын. Рұқсат етіңіз. Дәулетжан, айналайын, сен дұрыс айттың. Сенің арқаңнан мол байлыққа кенелдім. Саған өте ризамын. Бірақ менен не жамандық көрдің? Неге кеткің келді? Сенен жалынып сұраймын. Сен кетсең, менің жағдайым не болады? Жоқ, жібермеймін. Ата, мен сізден ешқандай жамандық көрген жоқпын. Сіздің үйіңізде көп тұрдым. Енді басқалардың да үйіне барсам, рұқсат беріңіз. Дәулет, бір күн уақыт бер. Мен үйдегілермен ақылдасайын. Devlet bir gün küçük oldu. Dikan ayının iki oğul kelimleri ve kızım kasına şakırıp almışlar. Енді жағдайымыз қиындайды. Мал мүлкімізден айырылатын болды. Дәулет бізге төлеген сияқты. Құлақ аспай жатып, енді не істейміз? Барлығы диқанға қосылып жылапты. Ақшы келе жыламады да ренжімеді. Ата, жыламаңыз. Қатаған шағыңызда өзіңізді күтіңіз. Дәулет кетейін десе жол болсын. Қуанышпен шығарып салайық. Ол үшін қам жемеңіз. Келінжан, неге олай дейсің? Дәулет кетсе не істейміз? Ата, амал қанша? Дәулет кеткен жөн көрді. Жіберейік. Сіз анамызбен баққа беріп отырасыз. Ал біз бәріміз еңбек етеміз. Біз егеміз, мал бағамыз, жеміс-жидек жинаймыз. Әйтеуір не себебімізді табармыз. Диқан ертесіне ерте тұрып ауласына шықса, Дәулет үйінің есігінің алдында диқанды күтіп тұр екен. Ассалаумағалейкум, ата. Уалейкум ассалам. Енді маған рұқсат бересіз бе? Біз бәріміз келісіп, саған рұқсат беретін болды. Дәулет кететін болса, мейлі рұқсат беріңіз. Өзіміз бір жағынан бас шығарып, тату тәтті еңбек етеміз. Мал дүние өзі келеді. Ата, мен сөзімді қайтып алдым. Ешқайда кетпеймін. Маған тату тәтті отбасы ұнайды. Мен сіздермен бақыттымын. Бірлік бар жерде мен де бармын. Осылайша Дәулет өмір бойы диқанның үйінде қалған екен. Babası Abdurrahman 9 жасынан бастап Семейге орыс мектебіне оқуға бергені белгілі. Қыс оқып, жаз демалысқа үйге келгенінде дана әке ұлының жақсы оқығаннан ойы толыса бастағанын байқайды. Бірде babasының ақылын сынап білмек оймен әңгімелесіп отқан сәтте: Қақам, әбіз, осы дала тұрмыста асқаты нәрсе асырма, қаласаты нәрсе асырма. Әке, ағзаты нәрсе асыл ғой. Олай емес, қаласаты нәрсе асыр. Қараны қалай асыл дейсің? Барам. Адамның баласы барып дүниедегі дала тұрмысты көзбен көреді. Ағы көрмейді, ортасындағы кескенде қаласығы көреді. Қаланың астындағы осы да әшті. Қағаз ақ, одан оқып бөлім алмайсың. Одан да азған қарашиядан өнер бөлім аласың. Забас көңде адамдардың сақары қара болады.
қартайғанда ағалады. Жас күнінде ақыл білім қайрат көп болады. Ағарса қартайғанда ақыл білім қайрат азаяды. Сондықтан ағыстан қаланы асылмас деп ойлаймын. Мұның бәрін немен ойлап қойдыңыз? Ақылмен ойлап қойдым. Олай болса ақыл ойда болмай ма? Не ақылыңыз көп? Ақыл бұл жарылы, бұл да ақыл. Тауып айтқан сөзіне ырза болған абай баласының маңдайынан ескертті. Әке балаға сыншы деген қазақ осындайда айтқан шығар.